Мен осы үйге көшіп келсем ба деймін. Сіздің қасыңызда болып, сізге көмектесіп, жалпы келін деген ата-енеге көмектесіп батасын алу керек емес пе? Сол үшін мен бөлмемді дайындап, болашақ баламыздың бөлмесін дайындап, сонымен сізбен ақылдасайын деп едім. Ой, Медет! Жаннат әте, сәлем. Қалың қалай, жаным? Сен мені таксиға отырғызып жіберген кезде мен қорықпадым да, жыламадым да. Сол үшін. Қандай такси? Сен басқа күнмен шатастырып тұрсың ғой дейме? Өткендегі күнмен. Жаннат әте, сен мені мамаға апарам деп, сосын тамақ бердің. Таксиға отырғызып жібердің. Таксист ағай мені бір жаққа апарғызды. Сосын біз маманы күттік. Мама келмеді. Сосын... Жарайды, Медет. Сен бөлмеңе бара ғой, жарайды ма? Бұнда үлкендер әңгіме айтып отыр. Кешегі оқиғаға сенің қатысың бар ма? Жоқ, мам. Қайта кішкентай баланың сөзіне сеніп сізде. Сен басың істей ма? Мына балаға бірдеңе болса не болады? Мама, ондай нәрсе болған жоқ деймін. Айналайын. Менің балам өтірік айтпайды. Айтпақшы осы сен емес пе? Бұл Архаттың баласы емес деген, Мүмкін мына сенің аяғың ауыр емес шығар. Қане? Маған дәрігердің қағазын көрсетші. Блин, сен бәле болдыңдар ғой. Не, қане?